Ас болсын. Етті қайдан алдың? Сабыржан ағаң мал сойған екен, сол ет беріп жіберді. Ол намаз оқымайды. Значит, оның сойған малының еті харам. Не мынау? Не мынау? Мынау болмайды, мынау ширк. Ойбай-ау, балам, мынаған табынып жатқан жоқпыз ғой. Ширк бұл, болмайды, бұл ширк. Балам, біз қонаққа кетіп бара жатырмыз. Есік жауып қал. Не мынау? Не жағып қойғансың басына? Не мынау, қорғай ма не? Мынау ширк. Енді көз тимесін деп, адам назары осыған түседі. Сен менің айтқанымды тыңдамайсың. Үшін намаз оқымайсың. Сен білесің бе, намаз оқымайтындар кімдер дейтін? Кәфірлер дейді, кәфірлер. Кетір ана, қайда жоқ жағы. Аслан? О, класстас. Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Қалайсың? Алхамдулилля. Bir жаққа жүрсің бе? Иә, сол шаруалар. Жүз жетпісің. Сен қашаннан бері көрген жоқпын, осы неше жыл болды? Анаң ба? Иә, анам ғой. Жайылып қойдың ба? Анамның разылығын алдым ба мен деп өз-өзіме есеп беруді ұмытпай шынып қойғам. Анам тірі болған кезде күнде аяғын жуушы еді. Өзіңде анаң қалай? Аман есен, бәрі жақсы ма? Аман, аман. Субханалла, анам исламда болмаған соң анам деп айтуға ұялам. Сен не етіп тұрсың? Намаз оқымайды. Ширковать етіп бесіктің басына үкі тағып қояды. Баланың маңдайына күйе жағады. Еще намаз оқымайтын кәфірлердің сойған малының етін жейді. Осыдан кейін қалай ананы жақсы көресің? Аслан, сен не етіп тұрғанды білесің бе? Біріншіден, адам намаз оқымаса, ол кәфір болмайды. Егер адам Алланы да, оның сөздерінде жоққа шығарса ғана кәфір болады. Екіншіден, мал союшы адамның намаз оқуы шарт емес. Мал соярда тек бисмиллах деп айтуы шарт. Сосын үкі дейсің. Үкінің қауырсынына құрт құмырсқа, шыбын шіркей, жылан, қара құрт дегендер жоламайды. Есіктегі балаға солардың зияны тимеу үшін өліп қояды. Солай ма? Әрине. Осының барлығын ата-бабамыз білген ғой. Сосын күйе жағу дейсің. Егер шариғатта күйе жағу ширк болатын болса, онда неге әйгілі сахабамыз Осман ибн Аффан кезінде кішкентай сүйкімді баланы көрген кезде мына балаға көз тимес үшін иегіне қарамен түртіп қойыңдар деген? Көрдің бе? Бұл жерде күйе жағу көзден қорғайды деген мағына шықпайды. Оның көзден қорғайтын күші де жоқ. Тек бұл жерде көздің назары сол қара күйеге түссін деген мақсатта ғана жағады. Әйтпесе барлығында қорғаушы Алла ғой. Сен бұның бәрін қайдан білесің? Болашақ мамандығым исламтанушы. Оққанымыз бар. Сен осы анам намаз оқымайды, кәфір деп айтып жүргеннен сау мысың? Аслан, Құранда ата-анана туф тиме деген аятты білесің бе? Сен бірінші дінді айтпас бұрын дінді көрсет, көркем мінезбен көрсет, сабырлықпен, жақсы амалдармен көрсет, жақсы сөздермен дұға ет. Анаң кезінде саған қандай мейірімділікпен қараса, енді сен мейірімділікпен қара. Кезінде білмегенді қалай үйреткен болса, енді сен үйрет. Кезінде қателіктеріне кешірмен қараған болса, енді сен кешір.
осы күнге шейін бағып өсірген болса, енді сен оны өлгенше бақ.